Енді Қарашал образы, енді жинамалы образ деп айтамын мен. Қара кемпір толғауы шыққаннан кейін, Қара кемпір толғауы 84 жылы шықты. Ұлы жеңістің 40 жылдығына қарсы. Енді әр ауылда, енді сен енді білмейтін шығарсың, кейін туған баласың ғой. Мына соғыстан кейін туған біздер енді оны жақсы білеміз. Әр ауылда қазақтың қай ауылына барсаң да сол ауылдың өзінің қара кемпірі бар. Баласы, күйеуі соғыстан оралмаған. Осыған арналып жазған ең ғой. Ал енді қара кемпір апам Қалия жем мен өзім көзіммен көрдім. Біздің елде, біздің ауылда, біздің Қызылсай ауылында тұрған кісі, күйеуі ертеректе қайтыс болған Жексенкүл Қосшығұл деген қос баласы соғыстан оралмаған ғой. Содан қара кемпір апам жаңа қараға қазаған кезде сол жынданып кеткен. Осы туралы. Ал Қарашал образы мен өзімнің ауылымдағы мен әкемнің құрдасы соғыс ардагері Дүйсетай Елтаев деген ақсақал болды. Өте еңбекқор кісі еді. Бүткіл біздің Қызылсай ауылында 70 шақты үй бар. Сол ауылдың жаңағы кетпенін шыңлайтын, балалардың шашын алатын, кейбір жаңағы кәрі құрсаң азаматтардың жаңағы шөбін орып беретін, суын суғарып беретін Дүйсетай деген еңбекқор адам болды. Сол кісінің 3 бірдей ұл баласы трагедиямен қайтыс болды. Әртүрлі себептермен. Біреуі менің құрдасым еді. Қонысбай, біз оны Топан дейтіміз, сол Қонысбай да кішкентай кезінде мектепте жүргенде қайтыс болды. Одан үлкен ағасы, одан ең үлкен ағасы үшеуі қайтыс болды. Үйінде 3 қызы қалды. 3 қызы. Екеуі бізден үлкен болды, әпке дейтін, біреуі менен кіші. Сол кісінің тағдырын арнап жазбақшы болған. Бірақ ол енді мына 80 Қарашалдың шыққан жылы 88 жылы Алматыға келіп бір оқиғаның куәсі болды. Белгілі әнші, атақты кәдімгі абыройлы әншіні жаңағы бала-шағасы қарттар үйіне апарып тастады деген естіп қалдым. Атын атамаймын. Сол естігеннен кейін, енді өзім әнші болғаннан кейін өзім сол кісінің енді домбырасын көтеріп жүрген кезінде сол кісіге ардап жаздым, бірақ атын атаған жоқ. Өйткені бала-шағасы ренжуі мүмкін. Үлкен атақты абыройлы бала-шағасы бар. Қарашал сол кезде шықты. Бірақ Дүйсетай атамның атынан шығарам деген, ол кісі енді басқаша жолға қарай түсіп кетті. Қарашал. Қара кемпір, Қарашал барлығы да шынайы оқиғаларға негізделген екен ғой. Шынайы оқиға ғой. Мысалы, қап-қара пима. Бұл енді әлемдік проблема. Енді Ұлықбек Есдәулетовтың «Қара пима» деген поэмасы соның жобасын жазған ғой. Үлкен поэма, оны мен қысқартып, копира жасап, 15 минутқа келдіріп, Алмамыр жолы менің шәкіртім орындады ғой кезінде. Ол да дүр сілкінді. «Қара пиманың» енді қазақ үшін үлкен, менің ойымша, тәрбиелік маңызы бар үлкен бір ән болып толғау болды. Бірақ шу алкоголизм дей ма, наркомания, осының бәріне қарсы жазылған Ұлықбектің үлкен поэмасы ғой. Оған енді кино түсіруге әркім талпынды. Бір енді қазір енді әркім өз еркінде ғой. Біреулер түсіріпті, «Қара пима» деп толғау. Бірақ ұнамады. Біз Ұлықбек екеуміз көрдік, ұнамады. Ал келешекте енді осы толғауларға енді мына келешек өсіп келетін ұрпақ соған сценарий жазып, үлкен бір көркем сурет фильмдер түсіруіне болады. Әсіресе жаңа «Қара пиманы» бекер айтып отқан жоқпын. Осыдан бір 10 жыл бұрын мен Қырғызстанда осы ән туралы бір әңгіме айттым. Қырғыздың халық әртісі бар Осмонов, Қырғызбай деген азамат бар. Қазір филармонияның директоры, ол кезде ол театрдың директоры болады. Шап берді. Байкемін армаға беріңіз. Мен спектакль жасаймын, немесе кино түсіремін деп. Бірақ айтар сөз айтылды, қалды. Қырғыздарға мен айттым, еркін білесің. Ол Қырғызда да болып отқан проблема, арақ ішу, жаңағы наркомания деген бәле деген жаман ғой қазір. Сол сияқты енді әлі келешек алып та ғой. Бұл енді келешекте 92 жылы Жапонияда болдық. 2002 жылы. Сол Жапонияда біздің елшіліктің азаматтары, сол шығармашыл Жапонның бір азаматтарын шақырып бізбен кездесу жасады, енді аудармашы арқылы. Сол «Қара пима» туралы әңгіме айтпен бір әйел жылап жіберді. Жапонның әйелі. Мынау деген әлемдік проблема ғой. Бұны неге қолға алып жақсылап үлкен бір кино немесе үлкен спектакльдер жазбайсыздар деген бұл. Енді әлі біздің қазақ ұйықтап отыр. Енді ән жазар мен жаздым. Менің ойымда қарыз өтелді. Бірақ біздің қазақтың өнерпаздары
жазушылары, сценаристтері ұйықтап жатыр.